Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін бізде тақырып фигуралардың теңдігі. Жалпы геометрия пәнінен білесіздер, геометрия түрлі фигуралар бар. Сіздерде алдында ұқсас фигуралар туралы ұғымдар өткен болатсыздар. 9 сыныпқа дейін бұл жерде жаңа ұқсас фигуралар, егер олардың пішіндері бірдей болатын болса, онда олар ұқсас фигуралар деп аталады. Енді біз қазір осы тақырыптарға жалғастырамыз. Фигуралардың теңдігі. Жалпы егер бір нүкте екінші нүктеге бірдей болып көшетін болатын болса, бұлар жаңағы егер бір нүкте екінші нүктеге тең болатын болса, бұндай фигуралар тең болып есептеледі. Енді көбінесе фигуралар көшет деген сөзге мән беретін болсақ, жаңа көшетін бұл бізде білеміз симметриялы түрде көшеді. Жалпы симметриялы түрде көшетін болса, болады деген кезде бізде үш түрлі ұғым бар. Жаңағы нүктелік симметрия, осьтік симметрия және бұрыштық симметрия. Енді қазір біз бірінші мысалды қарастырайық. Бірінші суретті бұл жерде нүктелік симметрияны қарастырамыз. Міне қараңыздар, нүктелік симметрия. Опа, нүктелік симметрия. Мына жерде мына мысалды қарастыратын болсақ, жаңағы F фигурасын біз F' фигурасына көшіруіміз керек. Яғни бұл жерде нүктелік симметрия арқылы, O нүктесі арқылы, бұл жерде F фигурасының бойынан кез келген X нүктесін және Y нүктесін аламыз. Енді X нүктесінен O нүктесіне дейінгі арақашықтықты және алып, осындай арақашықтықта міне екінші жаңағы X нүктесіне дейінгі арақашықтықты өлшеп саламыз. Бұл жерде жаңағы OX1 және ол тең болады OX нүктесіне, міне көрсетілгенде, көрдіңіздер ме? Дәл сол сияқты Y нүктесінен O нүктесіне дейінгі арақашықтықты өлшеп аламыз да, дәл O нүктесінен бастап, дәл сондай арақашықтықта Y' нүктесін табамыз. Жаңағы бұл жерде де OY' бұл тең болады OY-ға, міне көрсетілгендей. Яғни осындай нүктелер жиынын таба отырып, біз жаңағы F фигурасына тең F' фигурасын істей аламыз. Бұл жаңағы F фигурасы O нүктесіне қарағанда F' фигурасына тең, жаңағы O нүктелік симметриясына қараған кезде. Енді тағы да мына жерде көрсетілгенде бізде екі фигура беріп тұр. Біреуі ромб. Бұл жерде ромбты қарайтын болсақ, кешіріңіздер, ромб емес, бұл жерде параллелограмм. Параллелограммды қарайтын болсақ, жаңағы бұның бір нүктесінен, бір қабырғасынан, жаңағы мына жерде белгілейік, А, Б, С, Д, енді қарайыңыз. А, Б қабырғасындағы кез келген X нүктесі, бұның жаңағы диагоналдардың қиылысу нүктесі ортасындағы нүкте болады. Бұл O нүктесіне симметриялы түрде X' нүктесін таба аламыз. Яғни бұл DS қабырғасының бойында жатады. Сонда қараңыздар, AB қабырғасы, немесе AB кесіндісі деп алатын болсақ, бұл жаңа қарама-қарсы жатқан қабырғасы DC қабырғасына O нүктесіне қараған кезде симметриялы. Келесі қарастыратын болсақ, мына жерде міне график берілген. Білеміз неменің графигі бұл, жаңағы Y тең X куб функциясының графигі. Бұл жаңағы алгебра курсынан білеміз. X куб функциясының графикі. Мына жердегі жаңағы көріңіздер, O нүктесіне қараған кезде мынаның оң жақтағы, жоғарғы жақтағы бөлігі, төменгі жақтағы жаңағы үшінші ширекте жатқан бөлігіне симметриялы, себебі бұл бір-біріне беттеседі. Көрдіңіздер ме? Міне фигуралардың теңдігі бұл жаңағы екі фигураның нүктелер жиыны бір-бірімен беттесетін болса, қандай да бір симметрияға байланысты, нүктелік симметрия ма, осьтік симметрияға байланысты. Міне осындай болады. Келесі тағы мысалдар қарастыратын болсақ, мына жерде міне осьтік симметрия. Осьтік симметрия.
жазғандарымызды өшіріп тастайық. Так, осьтік симметрияны алатын болсақ, мына жерде мынандай мысал болады. Бұл мысал қарастыратын болсақ, мінекей, мына мысалды қарастырайық. Міне қандай да бір F фигурасы берілген. Бұны F' фигурасына түрлендіру, L осіне қатысты түрлендіру. Бұл жерде не? Мысалға X нүктесін, F фигурасының бойынан кезген X нүктесін алып, жаңағы L өсін M нүктесінде тікбұрыш жасап қияды. Енді осы аралықты өлшеп аламыз да, X пен MX-тің арасын осыдан бастап M-нан былай қартайық, дәл сондай тікбұрыш жасайтын кесіндіні жалғастырып сызамыз. Жаңағы бұл арақашықтық бірдей болған кезде X' нүктесі табылады. Яғни MX және X'-M нүктелері бұлар тең. Не көріңіздей, XM және MX' нүктелері тең. Яғни осындай нүктелер жиын таба отырып, біз жаңағы F фигурасы F' фигурасымен беттеседі. Өйткені L өсіне қараған кезде. Немесе айтатын болсақ, F фигурасы F' фигурасына симметриялы L нүктесіне қараған кезде. Яғни бұл екі фигура тең. Тағы да мына жерде мысал қарастыратын болсақ, міне ромбты қарастыруға болады. Ромбтың диагоналі берілген. Бұны диагоналін біз осьтік симметрия ретінде алатын болсақ, мынаны L деп белгілейік. Сол кезде қараңыздар, мына X нүктесі, мысалы мынаны AB қабырғасы дейік. AB қабырғасы және мынаны BC қабырғасы тиісетін болсақ, бұл жерде немене? X нүктесі немеге тиісті? AB қабырғасына тиісті. Және де X нүктесі мен мына жерде L өсін бұл жаңа қандай да бір N нүктесінде қияды дейік. N нүктесінде тікбұрыш жасап қияды. Енді XN нүктесіне тең жаңа NX' нүктесін тауып аламыз. Бұл жаңа BC қабырғасының бойында жатады. Яғни AB қабырғасы L нүктесіне қарағанда BC қабырғасына симметриялы және тең. Бұл жерде еме AB қабырғасы бұл тең болады BC-ға. Біз геометрия курсынан да білеміз. Ромб егер түзу болатын болса, оның қарама-қарсы қабырғалар тең болады. Енді келесі, мына жерде y тең x квадрат, міне парабола, y тең x квадрат функциясының графигі. Бұл жерде де бұл жаңағы мына бір y өсіне қараған кезде, симметриялы, себебі бұның оң жақ бөлігіндегі қисығы сол жақ бөлігіне y өсіне қарағанда симметриялы және беттеседі. Дәл сол сияқты міне мынадай түрде берілген фигура. Енді бұл фигурада не қарастыруға болады? Y штрих бұлар неме? Қандай да бір L өс дейікші, мына жер. L өсіне қараған кезде симметриялы және міне X және X' нүктелері бұларда L өсіне қарағанда симметриялы. Себебі мына жерде жүргізілген түзу, мына жерде L өсін 90 градус жасап қияды. Мына жерде бізде осьтік симметрия қарастырылған. Осьтік симметрияны қарайтын болсақ, мына жердегі қарайық, міне кез келген жаңа F фигурасына тең F1 фигурасы берілген, табу керек болады. Бұл үшін бізде жаңағы O нүктесінен бастап жаңағы X нүктесіне дейінгі арақашықтықты аламыз. Жаңағы түзу сызамыз. O нүктесінен сәуле осыдан бастап OX нүктесін аламыз да, кесіндісін алып, дәл альфа бұрыш жасай отырып, транспортермен OX1 нүктесін табамыз. Дәл сол сияқты кез келген жаңағы нүктелер жиын тауып отыруға болады. Жаңағы ең бастысы мына альфа бұрышты сақтасақ болды, бұрыштыққа өлшемді. Сол кезде жаңағы F фигурасына тең F1 фигурасы шығады. Жаңағы мына жерде көрсетілгенде OX1
ол тең болады неге OX-ке. Және те XOX штрих бұрышы бұл жаңағы альфаға тең. XOX бұрышы міне альфа бұрышына тең. Тағы да ары қаратай мысалдарды қарастыратын болсақ, мына жерде мысал қарастырып өтейік. Бізге мысал бойынша мысал 1 дейік. Мысал 1. CD кесіндісі берілген және А нүктесі берілген. Осы CD кесіндісіне тең C1 D1 кесіндісін табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? C нүктесінен бастап А нүктесіне дейінгі арақашықтықты өлшеп аламыз. Осыдан бастап жаңа кесінді сызамыз. CA кесіндісін және те CA кесіндісіне тең болатын жаңағы кесінді сызамыз. Бұл C1 A1 кесіндісі болады. C1 A1 кесіндісі болады. Келесі мынандай D нүктесіне бастап А нүктесіне дейін кесінді сызып аламыз. Бұл бізде DA нүктесі кесіндісі болады. DA кесіндісіне тең D1 A1 кесіндісін табамыз. Енді осы жерде көріп отырсыздар, міне D1 A1 кесіндісі таптық. Сол кезде бізде C1 және D1 нүктелері пайда болады. Осы екі нүктені қосатын болсақ, бізде CD-ға тең неме C1 D1 кесіндісі шығады. Бұлар немеге C1 D1 CD тең C1 D1-ге А нүктесіне қараған кезде А нүктесіне қарағанда, қарағанда. Қысқаша жаза салайық. Мына кішкене ыңғайсыз редактормен жазу. Келесі осьтік симметрияға мысал келтіретін болсам, мына жерде бізде ABC үшбұрышы берілген және осы ABC үшбұрышына тең A1 C1 үшбұрышын табуымыз керек. Яғни тең үшбұрыш табуымыз. Және де бізде қандай да бір L өсі берілген. ABC үшбұрыш ABC міне ABC. Енді мына L өсіне байланысты қатысты біз қалай табамыз? Жаңа қарайық. А нүктесінен L өсін 90 градуста қиып өтетіндей P кесіндісі пайда болады. AP кесіндісі. Және де осы AP кесіндісіне тең, яғни P-дан бастап AP-ға тең болатындай PH' кесіндісін табамыз. PH' кесіндісі, немесе A1 кесіндісі табылсын. Енді дәл сол сияқты B нүктесіне бастап L өсін қиып өтетіндей M нүктесі пайда болады. Мына жерде біз жазған жоқпыз. AP жаңаға перпендикуляр, AP перпендикуляр немеге L түзуіне. Енді мына жерде BM кесіндісі пайда болады. BM бізде перпендикуляр L-ға L түзуіне, және де BM бізде тең болады MB1-ге. MB1-ге. Так, келесі бізде дәл сол сияқты CN тауып аламыз. CN бұл бізде перпендикуляр болады L-ға, және де CN бізде тең болады C1 N1 NC1-ге. Не көргеніңіздей, сонда бізде 3 нүктесі шықты. C нүктесі, C1 нүктесі, B1 нүктесі және A1 нүктесі. Енді осы үшеуін қосатын болсақ, бізде үшбұрыш пайда болады. A1, C1, B1 бұл жаңағы ABC үшбұрышына тең болады. A1, B1, C1 үшбұрыш. C1. ABC үшбұрышы ол тең болады A1, B1, C1 үшбұрышына. Немеге L түзуіне қарағанда. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды.
Енді сіздерде модуль платформасында тапсырмалар берілген, осыған ұқсас. Сіздер соны орындап, менің поштама жібересіздер. Сау болыңыздар.